Александр Македонский біздің заманымыздан бұрынғы 356 жылы Македония орталығы Пеледе дүниеге келген. Оның әкесі 2-ші Филипп ежелгі Македон елінің патшасы болған. Александр Македонский 13 жасынан Аристотель ғұламадан дәріс алған. Өскеннен кейінде жорықтардан оралғанда алдымен ұстазына, содан кейін ғана ата-анасына сәлем беруге баратын көрінеді. Мұның сырын сұрағандарға ол: «Атанам менің аспаннан жерге түсуіме, дүниеге келуіме себепкер болса, ұстазым жерден аспанға, яғни жәннатқа кіруіме себепші» деп жауап берген екен. Біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырдың 30-шы жылдары гректер сақ жеріне қауіп төндіреді. Александр Македонский, Ескендір Зұлқарнайын бастаған грек әскерлері Орта Азияға басып кіріп, Сырдария өңіріне қарай аттанады. Жеңілмейтін әскер атанған Александрдың қалың қолына сақ тайпалары төтеп беріп, алға жылжуларына кедергі келтіреді. Грек-Македон басқыншыларына қарсы күресті Спитамен атты сақ батыры басқарған. Ол 3 жыл бойы Македон әскеріне қарсы партизан соғысын жүргізеді. Ежелгі грек тарихшысы Ариан қолбасшы Александр Македонскийдің Сырдариядан жүзіп өтіп, сақтарға қалай шабуыл жасағаны туралы жазады. Күннің ыстығы, сақтардың жиі-жиі шабуылдауы мен соғысу тактикасы гректерді әбден қалжыратады. Сөйтіп, Александр Македонскийдің Сырдарияның арғы бетін мекендейтін сақ тайпаларын бағындыру үшін жасаған жорығы сәтсіз аяқталып, кері қайтуға мәжбүр болады. Сақтар оның ұлы далаға қарай жүретін жолын бөгеп тастайды. Абай Құнанбайұлы Ескендір поэмасында былай деп баяндаған: «Осы жұрт Ескендірді білемекен, Македония шаһары оған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш, қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды. Жасы әрең 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп көршілерге, көз алартып қарады оңды солды». Біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырда гректер сақ жеріне жойқын шабуылдар жасағанымен сақ тайпаларын бағындыра алмады. Еуропалық патшалықтар түгілі Азияның өзінде сақтарға қарсы келетін бірде-бір халық болған жоқ.